Осы күнге дейін Мәскеу жақтан айтылатын дөң айбаттарға әлемнің көп мемлекеттері, саясаткерлер сәл күмәнмен қарайтын. Кешегі оқиғаның ең басты ерекшелігі бұл белгілі бір психологиялық барьері бар. Содан өтіп кетуінде болып тұр. Мәселе баллистикалық зымыранды қолдану. Орта қашықтық дейді 5000 шақырымға дейін, бірақ Кеңес одағы мен ақш-тың арасында 42 қабақ соғыс кезінде 70-ші жылдардың өзі екеуінің әлі қуаты шарықтау шегіне жетіп тұрған кезде бұндай зымырандарды қолданбау туралы алғашқы келісімдер жасалған, және бұл адамзатқа қауіп төндіретін бір құрал екеніне әлем саясаткерлерінің біршама көзі жеткен. Иә, бұндай зымыран бірінші кезекте баллистикалық зымыран ядролық оқтұмсықты тасуға тиісті, жеткізуге тиісті құралдар. Әрине, Днепрге атылған зымыранда ядролық оқтұмсық болған жоқ, онда стандарт жарылғыштар болды деп жатыр, шамамен тонна жарым. Бірақ бұның ең қауіпті тұсы осындай белгілі бір барьерден өтіп кетуінде болып отыр. Сол себепті бұны бірден бір жақты дөң айбат деп тағы айта алмаймыз. Енді мына Ресей өз қолындағы осындай кеңес кезінен қалған ядролық зымыранды тасымалдағыштарды, яғни осындай зымырандарды басына ядролық отын қару қоймағанның өзінде Украинаға жиі қолдана беруі мүмкін. Бұларда айталық Тополь-М бар. Әдетте бізге ядролық зымыран деп көрсетілгенмен оның оқтұмсығын ауыстыруға болады. Қатардағы конвенционалды оқ-дәрі салып, сонымен атқылауға болады. Баллистикалық зымырандардың ең қауіпті тұсы бұлар атмосфераға шыққаннан кейін тіке шәншіліп келетіндіктен анау-мынау әуе қорғанысы кешені атып түсіре алмайды. Бәлкім бұны атып түсірсе Израильдің Хец-3 деген зымыранға қарсы жүйесі және Американың ТХААД жүйесі бар. Бұлар ғана атып түсіру мүмкін, белгілі мөлшерде. Оның өзінде де теорияда, шынайы ұрыста белгілі бір атып түсірген оқиға болған жоқ. Сол себепті жаңа өзіңіз айтқандай бұл белгілі бір фазаға көтерілген сияқты Украинадағы соғыс. Яғни екі жақта не бел, не белбеу кетеді деген позицияға келгендей болды. Я батыс мемлекеттерінің рұқсат еткен зымырандары көп жағдайда, мысалы Storm Shadow, Scalp'тың екеуі де қанатты зымыран. Атакымыз мына дүркіндетіп ататын атыс қондырғыларынан атылатын баллистикалық траекториясы бар зымыран. Алыс қашықтыққа ұшады. Алыс болған енді ірі қарулар тұрғысынан жақын қашықтық деп есептеледі, 400-500-ге дейін. Одан кейін мысалы 500-ден жоғары болған кезде стратегиялық зымырандардың орта қашықтығы бар. Одан кейін 17 мың 18 мыңға кететін алыс қашықтықтағы құрлықаралық баллистикалық зымырандар бар. Мына жағдайда Ресей тіпті өздерінің Камчаткада тұрған құрлықаралық зымыранды қолдануы мүмкін. Яғни басына ядролық оқтұмсық орнатпайды, қатардағы жарылғыштарды салады да Камчаткадан атуы мүмкін. Бұл неге алып келеді меніңше? Бұл екі арадағы шиеленісті біршама ұлғайтуы да ықтимал. Енді қазір әлем Трамптың болашақта, жаңа жылдан кейін Трамптың қадамы қандай болады деген бір көзқараспен отыр ғой. Стратегиялық қару-жарақты қолданудың бір үлкен қаупі бұл жалпы бұндай зымыран атылған кезде қарсыласыңыздың арнайы кешендері автоматты жұмыс істеуге әзір тұрады. Мысалы, Американың мына зымыранға қарсы қорғаныс жүйесі және ядролық арсеналы бұндай зымырандар атылған кезде бірден жоғары деңгейдегі соғыс халіне келтіріледі. Тіпті автоматикада тұр. Білесіздер, кезінде Терминатор деген фильмдерде зымырандар өздігінен атылып кетуші еді ғой. Сол сияқты элементтер бар бұларда. Сондықтан Украинадағы жағдай аймаққа, Еуразия кеңістігінде біршама қауіпті оқиғалардың алғышарты сияқты. Екіншіден, бұдан кейін бұл зымыран атқан аймақ қарсыластың шартты түрде соққы беруге ыңғайлы аумағы болып есептеледі. Біздің білуімізше жаңағы Орешник деп атап жатыр. Бұл РС классындағы зымырандардың бірі, РС-26 рубежге ұқсайды деп жатыр. Шамасы біршама жаңа зымыран сияқты, бірақ концептуалды тұрғыда жалпы кезіндегі Тополь-М немесе Ярс сияқты кеңес кезінен келе жатқан зымырандардың үлгісінде жасалған дүние. Бәлкім атын ауыстырған шығар, солар да болуы ғажап емес. Алайда оның Капустин Ярдан атылуы Украинаның енді өзінде бар мүмкіндіктер арқылы біздің шекараға жақын жерге соққы жасау ықтималдығын арттырады. Мына аймақтағы қауіпсіздікке әсер етеді деп отырғанымыз да осы. Енді бұдан кейін Украина тіпті стратегиялық мақсаттағы радарлар, радиолокациялық станцияларды
атқылауы мүмкін. Былтыр жазда бір оқиғалар болды, Ресей жерінде сондай стратегиялық мақсаттағы радарларға бір-екі дрон соғылған болатын. Енді бұндайды тіптен күшейту ғажап емес. Өйткені бұндай ракетаны зымырандатқан кезде міндетті түрде жаңағы ірі радиолокациялық қондырғылар қажет болады. Яғни жаңа фазаға көтерілді деп отырғанымыз да осы, жаңа өзіңіз айтқандай. Мемлекет басшысының тиісті құрылымдарға тапсырма беруін және премьер-министрдің дәл осы қауіпсіздік мәселесіне байланысты арнайы жиын өткізуін мемлекеттің кез келген төтенше жағдайға дайын болуы мәселесі деп бағалау керек. Өйткені стратегиялық мақсаттағы зымырандар атмосферада жүретіндіктен, мысалы қарсылас тарапы айталық Украинаға тхад жүйесін алып келіп, бұндай зымырандарды атмосферада ататын болса, ол атмосферада жарылған зымыранның қалдығы кез келген жерге түсуі мүмкін. Ол қалдықтар біз мысалы бейбіт болған жағдайдың өзінде, бұндай қалдықтар өндіріс орындарға, тұрғын жайларға, жеке азаматтардың мысалы шаруашылықтарына, тағы басқасына, білім мекемесі бар, денсаулық мекемесі бар, сондай дүниелерге зардап келтіруі ықтимал. Сол себепті мемлекет кез келген төтенше жағдайға біршама дайын болғаны керек. Біріншіден, қазіргі геосаяси құбылыстар оқиғалардың қалай өрбитініне белгілі бір болжам жасау мүмкіндігін бермей тұр. Біз осы бүгінге дейін Ресей мен Украина арасында белгілі бір келіссөз жағдай қалыптасатын сияқты тағы басқа деген болжамдарды көп айттық, әлемдік саясаткерлер көп айтты. Өткенде ғана Германия канцлерінің Путинге телефон соққаны бар. Оның өзінен бір қауым ел үміт күтті, бір қауым ел күдіктенді деген сияқты. Өйткені соңғы жылдарда Батыс Еуропаның, сонымен қатар Американың ешбір басшысы Мәскеуге олай тікелей шығып байланыс жасап көрген жоқ. Бәрібірдағы мына делдал рөлін атқарып жүрген кейбір мемлекеттер арқылы белгілі бір месседж жолдап отыратын. Енді мына тікелей хабарласқаннан кейін де бұндай жағдайдың орын алуы біздің елге де қырағылықты қажет етеді. Бір қырағы болуды мәжбүрлейді. Қырағы болуға бұл әртүрлі аймақтарда түрлі деңгейде қауіптену ықтималдығы бар жерлер бар. Мысалы, Батыс Қазақстан аймақтарына Украинаның дрондары, тіпті егерде батыстан сәл қуаттырақ зымыран әкелінетін болса, олардың да жету мүмкіндігі бар деген сөз. Мысалы, Батыс Қазақстан, Атырау аймақтарына, сол сияқты бұл оқиғаларға шын мәнінде жағдай шиеленісіп, ірі державалар нақты қару қолдана бастайтын болса, айталық Америка Құрама Штаттары, онда екі жақ бірін-бірі атысқан жағдайда біздің шекаралық аймақтарда тұрған Ресейдің стратегиялық мақсаттағы әскерлерінің базалары бар. Айталық Барнаулда сондай база бар, Орынборда бар, Омбыда бар, және Батыс Қазақстанмен шекаралас тұстарда бар. О жерде аэродромдар тұр, әуежайлар, және стратегиялық мақсаттағы ядролық күштердің шахталары бар, әртүрлі дивизиялары бар деген сияқты. Бұндай жерлерге егерде ғайыптан тайып шабуыл болатын болса, оның белгілі бір зардабы бізге келеді. Яғни зардап қандай үлгіде келуі мүмкін? Бірінші кезекте радиацияда болуы ықтимал, экологиялық апат туындатуы да ықтимал. Одан кейін босқын мәселесін өршітіп жіберуі мүмкін, соғыс жағдайынан қашқан адамдардың ағылып келуі деген сияқты. Ондай адамдар ағылып келсе, сөз жоқ, біздің қоғамда азаматтардың мысалы жұмыс табу мәселесі, жұмыс істеу табысына бірден әсер ететін детальдар. Жалпы геосаяси жағдай шиеленіскен кезде халықтың қырағы болуының қажет екенін месседж ретінде жолдап отырды. Біз бәрібір қанша дегенмен сақ болуымыз керек, бізді халықтың түсінгені дұрыс деген позиция, меніңше. Өйткені біз қазір айталық қарулы күштеріміз бен халықтың арасында түрлі пікір қайшылығы бар. Біз мысалы армиямызға сеніміміз өкінішке қарай біршама шайқалып кетті. Өйткені азаматымыз мерт болады армияда. Мысалы күзден бері қателеспесем бір 7-8 сарбаз бен офицер армияда көз жұмды. Бұндай жағдайда халықтың жаңағы өзін қорғайды деген құрылымдарға көзқарасы қалай болады? Олардың ісіне сене ме? Ал сенбейтін болса, онда елдің қорғанысында үлкен кемшіліктер бар деген сөз. Белгілі мөлшерде қиын жағдайда халықтың моральдық, психологиялық тұрғыдан төтенше жағдайға дайын болуы бұл үлкен табысқа келмегеннің өзінде үлкен жетістік саналады. Естеріңізде болса, коронавирус кезінде басында қатты абдырадық, кейін халық етек жеңін жинады. Мысалы, үйінде отырып ән айтса да, бір-біріне қамқорлық жасатса, ана төтенше жағдайдағы шектеулер кезінде орта тұстарына қарай, тіпті соңына қарай біршама моральдық тұрғыдан еңсесін тіктеп алды. Әйтпесе басында қатты қорқынышты болды ғой. Одан кейінгі оқиға басқа тақырып. Сол сияқты бұл геосаяси шиеленістер кезінде түрлі қауіп-қатердің болу ықтималдығын Қазақстан ескеріп отырып жасап отыр. Егерде батыс елдер мен Ресейдің және батыс елдер мен Иранның арасындағы шиеленіс ұлғая беретін болса,
Бұның әртүрлі кәдімгі әскери зардабы да болуы ықтимал. Айталық, Иран да бізге жақын ел, Ресей де жақын ел. Сондықтан мемлекет басшысының тиісті құрылымдарға нақты тапсырма беріп, бір пысықтап алыңдар, дайындықтарын қалай екен, тағы басқа дегенді реттеуге тапсыруы меніңше құптарлық емес. Бұл кезде біріншіден жаңағы азық-түлік қорлары қалай сақталып жатыр, паналайтын орындарымыз бар ма өзі, бар болса олардың жағдайы қалай, іш суға толып кеткен жоқ па, тағы басқа радиациялық, химиялық, биологиялық қауіп төнген жағдайда халық не істеу керек, төтенше жағдайлар қызметінің алгоритмі қалай болады, олар өзге күш құрылымдарымен қалай үйлесіп жұмыс істейді, әскери базалар, әскери орындар, стратегиялық орындар қалай жұмыс істейді, оларды қорғау қандай деңгейде деген сияқты көп мәселе бар. Бұндай алмағайып заманда өкінішке қарай кейде басқа үшінші күштердің әрекеті де пайда болуы мүмкін. Мысалы айталық, радикал топтар. Осындай алмағайып дипломатиялық және тіпті әскери қақтығыс жағдайында стратегиялық нысандарға шабуыл ұйымдастыратындар да табылуы мүмкін. Өйткені бұл әлем тарихында талай болған оқиғалар. Мысалы, егер де сіздің энергетикалық жүйелеріңізге соққы беретін болса, мысалы айталық, біздің солтүстіктен оңтүстікке тартылған энергетика электр желілері бар, тағы басқа деген сияқты, онда елге қатты зиян келеді. Мысалы, батыс аймақтарда Маңғыстаудың атом электр энергия комбинаты сияқты орындардың жұмысынан ақау шығатын болса, біз кәдімгі материалдық шығын көреміз. Айталық, ана жердегі мұнай қондырғылары бір күн жұмыс істемейтін болса, онда сол күннің ішінде 10-20 миллиард теңгенің шығын тартуымыз мүмкін. Бұндай шығын тікесізбен біздің қалтамызға әсер етпеуі мүмкін, бірақ жалпы ортақ бюджетке әсер ететіндіктен зардабы бірте-бірте ақырын көріне қалады. Сол себепті қандай оқиғаға да дайын болу керек екен тапсырғаны содан деп ойлаймын. Және Қазақстан бұндай сәттерде өз ішкі дайындығымен қатар халықаралық құқық тұрғысынан әрекеттерге көшіп, біріккен ұлттар ұйымының аясында және халықаралық басқа ұйымдар бар, сонымен қатар әртүрлі мемлекеттерді топтастыру жағына да жұмыс істейтін шығар. Өйткені жаңағы баллистикалық зымырандармен атысу енді жақсы нышан емес. Сондықтан біздің мемлекеттің бұл дайындығын мен дұрыс қабылдаймын. Және қоғамда мынандай көзқарас болады, біз кез келген әскери қақтығысқа дайын сияқтымыз деп ұран салатын, кеудені қағатын патриот азаматтарымыз көп. Иә, жақсы, ол рухтың түспегені жақсы, дегенмен дайындық керек. Және Қазақстан үшін ең маңыздысы тыныштық, бейбіт болу. Азаматтың қаны төгілмеуі, бұдан үлкен құндылық жоқ шын мәнінде. Сондықтан мына айналадағы кез келген оқиғаға биліктің дер кезінде реакция білдіруі меніңше кәдімгідей құптайтын қадам деп білемін. Өкінішке қарай Украинадағы соғыстың мынандай бір қыры бар. Бұл Ресейге қарсы ұйымдастырылып жатқан біршама прокси соғысқа айналып кетті. Украина үшін ол тәуелсіздік жолындағы күрес, бірақ батыс мемлекеттері үшін шындап келетін болса, прокси соғыс, яғни Ресейді және оның одақтастарын біршама әлсіретуге бағытталған соғысқа айналып бара жатыр. Олар қаласын қаламасын сондай болды. Өйткені олардың құқықтық кеңістігіндегі нормалардан асып өтіп, жаңағы Украинаға дер кезінде көмекті беріп үлгергенше көп жағдай өзгеріп жатыр. Мысалы, уәде етілген қару-жарақтың қанша пайызы келді деп ойлайсыз мысалға? Көп маман 30%-дан асқан жоқ дейді, уәде етілген қару-жарақтың. Көрдіңіз ба? Және Украина билігіне әртүрлі ашық және астыртын талаптардың қойылуы Украинада толыққанды мобилизацияның жасалуына да кедергі келтірді. Және өздерінің билігінде оған бір табанды тәуекел ететін қадам болған жоқ. Және Украина қоғамында жан алып жан беріскен азаттық жолындағы соғыс дегенді шынайы қабылдау қаншалықты деңгейде. Сондықтан Украинаның осы, мысалы Украинада айталық, кейбір видеолардан қараймыз, кейбір сараптамаларды назар аударамыз, сол кезде халық бәрібір біршама зымыран шабуылы болмаса бейбіт тіршілігін жалғастыра береді. Өндіріс орындары, бүкіл шаруашылық соғысқа деп жұмылып жатқан жоқ. Мына кезінде Кеңес одағы сияқты. Ол енді радикал қадам, бірақ ондай радикал қадамға барған жоқ. Жердің 18%-дайын дұшпаны басып алып отырған кездің өзінде, мысалы, кафе ресторанында тойлатып жүретін азаматтар көп. Соғыс бізден алыс деген сияқты көзқарастағы бар адамдар бар. Бүгін ертең бізге келмейді ғой, армиядағы жігіттер бәрекелді тіресіп жатыр деген сияқты. Қасірет әкеліп жатқанын Украина қоғамы жалпы жұдырықтай жұмылып қаншалықты сезіне білді. Бұның бәрі батыс сарапшыларының, зерттеушілерінің назарынан тыс қалмайды. Және Ресей радикал қадамдарға көбірек бара бастайтын болса,
айталық тактикалық ядролық соққы жасаса, мысалы Ресейде 103 миллиметрлік, 105 миллиметрлік кәдімгі кезінде біраз таныстырылымы болған. Шын өтірігін нақты білмеймін, оның тұмсығында ядролық заряды бар, снарядтар бар. Бұлар жаңағы ірі калибрлі гаубицадан да атылады. Сондай бірнеше сынақ жасайтын болса, Еуропа әрі қарай нақты қадамға бара ала ма? Өйткені ол жақтың билігі халқының алдында жауап береді. Сайлаушылардың алдында жауап береді. Сайлаушылардың көзқарасына қатысты әрекет істейді. Германияның өзі ойлануы мүмкін. Шын мәнінде маған ешкім шабуылдаған жоқ, енді қояйық, халықтың талабы мынандай болды деп. Зерттеу орталықтары халықтың Украинадағы соғысқа байланысты көзқарасын ұдайы зерттеп отырады және соның негізінде шешім қабылдайды. Сондықтан НАТОның келесі қадамын болжау қиын. Мысалы 41-ші жылдар, 39-40-ші жылдар 1900 басында Америка құрама штаттары соғысқа араласпаған, бірақ ұдайы қоғамында зерттеу жасап отырды. Англияға көмектесейік пе, жоқ па дегенде басында 39% көмектесейік деген, кейіннен 57, 59, 61%-ға шыққан кезде Америка Ұлыбританияға көмектесуді бастады, ленд-лиз. Яғни ол мемлекеттерде халқының ұстанымымен санасады. Сондықтан Еуропа осы амалмен жүрген кезде тәуекел ете алмай қалуы мүмкін. Оның үстіне бәрібір ядролық қаруы бар, әлемдегі ядролық арсеналы өте қуатты елмен, мейлі ол сапасыз болсын, тағы басқа болсын, қақтығысу дұрыс емес екенін олар да біледі. Сондықтан Украинадағы жағдайды болжау қиынға айналып бара жатыр. Бәлкім осы күнге дейін айтылып жүргенде мына аймақты атысты тоқтатуға бағытталған белгілі бір қадамдарға баруы мүмкін. Екінші, кешегі баллистикалық зымыранды қолдану прецеденті Ресейдің жақтастарында ойландыруы мүмкін, әсіресе Қытай. Қытай ойланып позициясын өзгертсе, тағы жағдайдың қалай болатынын, қалай құбылатынын білмейміз. Ал енді Солтүстік Корея мен Иран енді ол деге барған тәуекелге барып көзсіз қолдап отырған мемлекет қой. Өйткені олардың билік жүйесі ежелден осы Ресеймен ым-жым бірігіп кеткен, ал Қытай бәрібір қанша мына орталықтандырылған біршама жұдырық астында жиналған мемлекет сияқты көрінгенмен, олар әлемдік саясатта үлкен ойыншы және сол әлемдік саясаттың құбылыстарына қарайды. Сол себепті өз басым Украинадағы жағдайдың енді қалай өрбитінін болжай алмай тұрмын. Бәлкім қазір қолданып жатқан қарулардан біршама сапалырақ, заманауилау үлгілерді беріп жіберуі ықтимал. Айталық Таурусты Германияның. Бірақ енді Таурус дегеніңізде жаңағы Storm Shadow мен Scalp'тан тым қатты айырмашылығы жоқ, сол шамалас зымырандар. Егерде Америка өздерінің базаларында, қоймаларында жатқан кейбір деректер бойынша 21 мың дана бар дейді, томагавкаларды беретін болса, және көбірек ұшақ беретін болса, онда Украинада майдан қызады деген сөз. Дәл бүгінге дейін ондай риторика әзірге көріне қойған жоқ. Меніңше уайымдап қажеті жоқ, өйткені бұл ОДКБ-ны құрушы мемлекеттердің ішінде үлкені Ресей, және Ресей бұл ОДКБ-ның белгілі бір мүмкіндіктерін біледі. Яғни бізден әскер шақыру арқылы, тағы басқа арқылы белгілі бір мәселені стратегиялық, тактикалық, оперативті міндеттерді орындай алмайтынын біледі. Біз әскер бере қоюымыз не ғайбыл, өйткені тіке бізге қауіп төніп жатқан жоқ. Бұл ОДКБ тұрғысынан ондай шақыру болады деп ойламаймын. Екіншіден, мына ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы аясында одақтас болып отырған мемлекеттер Ресейдің белгілі бір сауда-экономикалық мүддесінде үлесі бар елдер. Бізге санкция салынғанын олар да қаламайды, шындап келсе. Өйткені ашығын айтайық, мысалы азық-түлік тасымалдасақ та, Ресейдің бидайын алсақ та, бір азды көпті тиын-тебен оларға түсіп жатыр ғой. Сол себепті ОДКБ-ны бұл жерге қатыстыра қоймайды. Және ОДКБ-ның көп елі бұндай бір шақыру түсетін болса, әртүрлі сылтау айтуы мүмкін. Мысалы Қырғызстан таза парламенттің ашық талқылауына салып жіберіп, олар жоқ, біз бара алмаймыз, бәлен болды, түген болды деуде ғажап емес. Онан кейін Тәжікстан, Армения тіптен баспайды деген сөз. Қазір ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымына қатысты Арменияның көзқарасы біршама радикалданып алды ғой. Реніші көп, өкпесі көп. Сондықтан мен бұл жерде Қазақстан ОДКБ күштерін, өзіміздің күштерді сондай бір қақтығыс болып жатқан аймақтарға жібере қояды дегенге сенбеймін, олай болмайтын шығар.